Сәлем достар, сіздермен бірге мен Еңлік, және біз бүгін осындай жұмсақ, мамық, формасын жақсы ұстайтын кекс жасайтын боламыз. Егер кекстің рецептісі қызық болса, онда менімен бірге болыңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар, және міндетті түрде осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 4 жұмыртқамызға қантымызды салып, жақсылап тұрып 3-4 минут миксерлейміз. Егер сізде миксер болмаса, онда венчикпен де істей беріңіз. Ең бастысы осындай әппақ болып көпіруі қажет. Сосын ерітілген сары майымызды құйып, және сүтімізді құйып, тағы да жақсылап тұрып миксерлейміз. Венчикпен де солай. Сосын жарты шай қасық содамызды саламыз. Егер соданың орнына қопсызғыш қосуға да болады. Сосын електен өткізілген ұнымызды аз-аздан сала отырып миксерлейміз. Егер сіз ұныңызды көп мөлшерде салып жүретін болсаңыз, онда сіздің қамырыңызда комоктар пайда болуы мүмкін. Сосын сіздің ұныңыз електен өткізілген болуы маңызды. Міне бізде осындай қамыр шықты, сұйықтығы да қоюлығы да бірдей. Енді осыны кекске арналған силиконды формаларға 3 ас қасықтан саламыз. Сосын осыларды қызып тұрған духовкада 180 градуста 30 минут пісіреміз. Піскенін ағаш таяқшамен тексеруге болады. Міне біздің кексіміз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған мен Еңлік, және менің арнама тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар.